Таңғы сағат 5:30 шамасында Түркістан қаласындағы өз үйімнен белгісіз 3 ер адам мені балаларымның көзінше күштеп алып кетіп, Шымкент қаласындағы көмек центр деп аталатын оңалту мекемесіне апарды. Аталған орталық өздерін реабилитациялық орталық ретінде таныстырып, мені ешқандай медициналық немесе құқықтық негізсіз ұстап отырды. Мені есірткіге немесе басқа да психобелсенді заттарға еш қатысым жоқ, ешбір учетта тұрмаймын. Соған қарамастан мені күшпен ұстап, ұрып соғып қол қоюға мәжбүрледі. Қол қоймағаным үшін дәрі-дәрмек ішкізіп, есімді білмей қалу деңгейіне жеткізді. Бірнеше рет аяқ қолымды скотчпен байлап, менің жаным қиналғаннан өз-өзіме қол жұмсап, қолымды бірнеше рет кестім. Жедел жәрдем шақырту мақсатымен үйіме хабар жеткізгім келіп, алайда ешқандай медициналық көмек көрсетілмей, қайтып аяқ қолымды скотчтап тастады. 10 күн бойы заңсыз ұсталдым. Тек 5 мамыр 2025 жылы күні туыстарыма хабарласып, сол жерде құтқарылдым. Осылайша мені шығарып алды. Орталықта кәмелетке толмаған қыздардың және балдардың заңсыз қорқытып ұсталып отырғанын көзіммен көрдім. Осыдан кейін Шымкент қаласының полиция департаментіне арыз жаздым. Алайда 20 күн өтсе де арызым бойынша ешқандай тергеу әрекеті жүрмей отыр. Заңсыз оңалту орталығы әлі де жұмысын тоқтатпай отыр. Бұл жағдай құқық қорғау органдары мен аталған орталықтың арасында сыбайластық бар деген күмән туғызуда. Осы оқиға бойынша менің заңсыз ұсталғаным мен зорлық-зомбылыққа ұшырағанымды, көмек центр деп аталатын орталықтың медициналық лицензиясыз жұмыс істеп отырғаны, онда кәмелетке толмаған балалардың да заңсыз ұсталғаны, полиция арызымды қараусыз қалдырғанын, өзімнің балаларымның қауіпсіздігі үшін алаңдайтынымды ескере отырып, сізден осы істі жеке бақылауыңызға алып, әділетті тергеу жүргізілуін және кінәлі тұлғалардың заң алдында жауапқа тартылуын сұраймын.